Міне бүгінгі уағызымыз періштелер жөнінде болады. Періштелерге иман келтіру иман рукынының бірі. Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Таала айтады: Астағфируллах, амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи. Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи. Иман келтірді пайғамбар Рәбісі тарапынан түсірілген нәрсеге. Момындардың барлығы иман келтірді Аллах Тааланың бірлігіне, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, және де айтты, біз пайғамбарлардың араларын алаламаймыз деді. Яғни бәріне сенеміз деді. Періштелерге иман келтіру бұл иман рукынының бірі. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламнан иман жөнінде сұралғанда: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Иман деген Аллах Таалаға сену, оның періштелеріне сену, оның кітаптарына сену, пайғамбарларына сену, қияметке сену, тағдырге, яғни жақсылық пен жамандық Аллаху Субхану ва Тааладан болатынына сену. Әрбіріміз айтамыз: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. İman келтірдім Аллах Таалаға, оның періштелеріне, оның кітаптарына, пайғамбарларына, қияметке, тағдырге, яғни жақсылық та жамандық та Аллах Тааладан болуына, және де өлгеннен кейін қайта тірілуге дейді. Құран-ы Кәрімде Пайғамбар алейхиссаламның хадисінде бұл періштелер келді. Құран-ы Кәрімде және де Пайғамбар алейхиссаламның хадисінде періштелер жөнінде бізге көп баян етілді. Аллаху Субхану ва Таала періштелерді нұрдан жаратқан. Олар ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оларда еркектік, әйелді қасиет болмайды. Кім періштелерді еркек десе, ол адам пасық болады. Ал кім періштелерді әйел десе, ол діннен шығып қалады. Және де періштелерді еркек шоры деп те болмайды. Кім бұндай нәрселермен айтса, ол адам баласы діннен шығып қалады. Періштелердің қанша екенін бір ғана Аллаху Субхану ва Таала біледі. Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Таала Алланың әскерлерін бір ғана Аллаху Субхану ва Таала біледі дейді. Міне біз періштелердің бәріне иман келтіреміз. Періштелерді біз не жақсы көреміз. Осының ішінде ұлы періштелер бар. Міне Жабраил Амин. Жабраил Амин бұл періште пайғамбарларға Аллаху Субхану ва Тааланың уахиын алып келе тұрған періште. Екінші міне Исрафил сүр үрлей тұрған періште. Бұл қиямет күнінде бір сүр үрлеген кезде бүкіл жан біткенінің жаны шығады. Екінші үрленген кезде бүкіл жаратылыс, бүкіл жан біткеннің жаны қайта оралып, олар қияметте, махшарда ол жиналады. Және де міне біле тұрған біздің періште ол Микаил, жауын шашындарды басқара тұрған періште. Төртінші міне Мәләкіл Маут, Азраил дейді. Бұл жан алушы періште. Бұларды біз жеке-жеке білуіміз бізге құрметті көрермендер уажып болады. Және де періштелерден Мункар Накир бар. Бұл қабірде пендені сұраққа тарта тұрған періштелер. Әрбіріміз қабірде сұраламыз: Рәббің кім деп. Аллаху Субхану ва Таала бізді екіленбей Рәббіміз Алла деп жауап беруге нәсіп етсін. Дінің не дейді? Дініміз ислам. Жөнетілген кісі жөнінде не дейді? Мына пайғамбар алейхиссалам сұрайды. Момын адам, ол пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, ол елші дейді. Және де құрметті жамағат, Кирамин Катибин деген періште бар. Адамдарды міне жақсылығы менен жамандығын жазып тұра тұрған, оң жағындағы, оң иығымызда отырған періште біздің істеген жақсылығымызды жазады. Сол жағымыздағы отырған періште біздің ол не жамандығымызды жаза тұрған періште. Және де Малик деген періште бар. Бұл тозақтың басшысы. Және де Ризван деген періште бар. Ризван деген періште бұл жәннатқа, жәннаттағыларға қызмет ете тұрған жәннаттың басшысы. Және де мына Хамалатл Арш дейді, аршыны көтере тұрған періштелер. Бұл дүниеде 4 болса, ақыретте 8 болады.
Ал аршыны көтерген кезде Аллах Тағаланың ұлылығын еске алу. Өйткені аршыны да, күрсиді да, 8 жәннатты да, 7 тозақты да, 7 көкті да, бүкіл жаратылысты Аллаху Субхану ва Таала өзінің құдіретіменен ұстап тұр. Міне періштелер момын адамдарды жақсы көреді. Олар момындар үшін әрдайым дуа қылады. Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады: «Аллазина яхмилунал арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим ва юъминуна бих ва ястагфируна лиллазина аману». Аршыны көтерген және де оның айналасындағы періштелер Аллах Тағаланы дәріптеп, Аллаға иман келтіреді дейді. Міне осы жерден білеміз, періштелер де Аллах Тағаланы көрген жоқ. Және де олар жер бетіндегі иман келтіргендер үшін не қылады? Истиғфар айтады дейді. Міне пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның көптеген хадисі бар. Қайсы бір жақсы адам, ілімді адам, адамдарға дінді үйретем деп шықса, міне оған періштелер салауат айтады. Судағы балықтар, жердегі міне құрт-құмырсқалар, және де ілім талап қылған адамға оның ісіне разы болып, періште өзінің несін дейді, қанатын не қылады дейді, төсейді дейді. Және де пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадисі шәріп айтады: «Сайюхун» дейді. Міне саяхат қылып жүруші, сайюхун деген міне періштелер барады дейді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам және бір хадисінде айтады: «Сайюхун» дейді. Міне сайюхун деген Аллах Тағаланы зікір етіп отырғандарды іздеп жүруші періштелер бар дейді. Олар бір топты көрсе, Алланы зікір қылып атқан бір топты келсе, олар айтады екен: «Келіңдер, келіңдер, халума, халума, іздеген нәрселерге жеттіңдер» дейді екен. Олардың барлығы жаңағы ол отырған, зікір қылған адамдарды қоршап жоғары көтеріледі дейді. Сонда Аллаху Субхану ва Таала біле тұра періштелерден сұрайды дейді: «Я малайка, менің пенделерім не істеп жатыр?» дейді. Сонда періштелер айтады екен: «Раббым, олар сені зікір қылып жатыр, сені еске алып жатыр» дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала біле тұра сұрайды екен: «Олар мені көріп пе еді?» дейді екен. «Жоқ, Раббым, сені олар көрген жоқ» дейді. «Көргенде қайтер еді» дегенде, олар ертелі кеш сені зікір қылар еді дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала біле тұра сұрайды екен: «Олар не нәрседен менен қорғаныш тілеп жатыр?» дейді екен. Сонда періштелер айтады екен: «Раббым, олар сенен тозақтан пана тілеп жатыр» дейді екен. Сонда Раббымыз айтады екен: «Олар менің тозағымды көріп пе еді?» дегенде, «Жоқ, Раббым, олар сенің тозағыңды көрген жоқ» дейді екен. «Көргенде қайтер еді» дегенде, «Раббым, одан қорқып, әрдайым саған жалбарынатын еді, одан сенен пана тілейтін еді» дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала біле тұра сұрайды екен: «Ол пенделер менен не нәрсені сұрап жатыр?» дейді екен. Сонда періштелер айтады екен: «Раббым, ол сенен жәннатыңды, жұмағыңды сұрап жатыр» дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала айтады екен: «Олар менің жұмағымды көріп пе еді?» дейді екен. Періштелер айтады екен: «Жоқ, Раббым, олар сенің жұмағыңды көрген жоқ» дейді екен. «Көргенде қайтер еді» дегенде, ертелі кеш сенен ол жұмақты сұрар еді» дейді екен. Аллаху Субхану ва Таала сонда өзінің мархаматымен айтады екен: «Куә болыңдар, куә болыңдар, мен олардың күнәларын кешірдім, оларды жұмаққа кіргіздім» дейді екен. Яғни Аллах Тағала айтса, ол сөзсіз бола тұрған нәрсе, оларды қияметте жұмаққа кіргізем деген сөз. Сонда бір періште айтады екен: «Раббым, олардың ішінде бір адам бар, ол сені зікір қылу үшін келген жоқ, сол жақсылардың қатарында отырып сені еске алды» дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала айтады екен: «Олардың арасында бақытсызы болмайды, олардың барлығын өзімнің рахматыма алдым» дейді екен. Міне құрметті көрермендер, Алланың рахматы кең. Біздің қазақта айтады: жақсының шарапаты, жаманның не дейді? Жаманның кесапаты дейді. Міне Аллаху Субхану ва Тааланың періштелеріне біз иман келтіруіміз керек. Аллаху Субхану ва Тааланы зікір қылсақ, міне дәретпенен мешітте отыратын болсақ, әрдайым періштелер бізге не айтады? Истиғфар айтады. Сондықтан міне адам жаңағы жүніп болған кезде, бұл жаңағы сондай әйелімен болған жағы кезде періштелер одан ұзақ болады. Адам баласы сондықтан жүніп қалында көп жатпай, тезірек ғұсыл қылып, Аллаху Субхану ва Таалаға
құлшылық қылу керек. Міне періштелердің бәріне біз иман келтірдік. Періштелер ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оларда еркектік, әйелдік қасиет болмайды. Ешқашан олар Алланың тура жолынан шықпайды. Бұл бекер мақал. Періште алтынды көріп жолдан тайды деген сөз. Мүмкін періште де адам деген шығар. Ал періште ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оған алтын мен күмістің періштеге несі жоқ, қасиеті жоқ. Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Таала періштелерді зікір қылғанда, ол иблис періштелердің қатарында болды. Бірақ ол періштелерден болған жоқ. Ол жыннан болған жаратылысы. Адамдар менен жындардың адасуы мүмкін, бірақ періштелер олар адаспайды. Және де Құран-ы Кәрімде Харут, Марут деген періште бар. Кейбір адамдар жалған қыссаларды айтып, оларды періштелерді адамға айналып кетті, күнәһкар болды дейді. Бұл тірліктің, бұл сөздің бәрі бекер сөз. Аллаху Субхану ва Таала Сүлейменнің кезінде Харут пен Аллаху Субхану ва Таала Құран-ы Кәрімде Харут пен Маруттың түсіргенін айтады. Ол кезде адамдар сиқыр менен караматты, мұжизаны ажырата алмай қалған. Сиқыр менен караматты ажырата алмай қалған. Сонда жаңағы періштелер сиқыр мен караматты ол басқа нәрсе екенін, карамат бұл Аллах Тағаланың алдынан болады, керемет. Ал сиқырды кез келген адам істейді. Бұл жыннан болады. Осы нәрсені үйрету үшін Аллах Тағала оларға Харут пен Марутты жіберді. Ол Харут пен Марут ол адамға айналып, ол күнәһкар болып кеткен жоқ. Олар адамға айналған кезде адам кейфінде келіп, адамдарға бұл нәрсені сиқырды үйретті. Бұдан мақсат сиқыр бөлек, карамат бөлек. Оларға үйретуден алдын айтты, бұл істі жаман іске қолданбаңдар деп. Міне құрметті көрермендер, періштелерге сену иман рукынының бірі. Біз бүкіл періштелерге сенеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.